телефонымның іші бұл жерде бәрін бір жерге тығып тастағам. Мына жерде менде осындай ойындар, мына жерде Toca-Boca. Енді бұны біз Toca-Boca'мда күшті үйім бар. Көрдіңіздер. Енді памятты ашайық. Менде памятты қалып жатыр. Міне 27 уже 5 гигабайттан кейін, общий 4 гигабайттан кейін менде память толып кетеді. Сондықтан андроидты өшірсем, памяттың бәрі құртылады. Toca-Boca'ның іші жаман болып кетеді андроидты. Сондықтан көздеріңізше өшіретін боламын. Міне. Toca-Boca осының ішінде. Міне, мен Toca-Boca'ды өшіп қалды бәрі. Енді менің памятым күшті болды. Міне 21 гигабайт болды. Енді ашып көрсетем. Жаман. Өстіп толады енді. Өстіп толып тұрады. Қазір толған кезін көрсететін болам. Ұзақ толады бірақ. Жаман. Менің Toca-Boca'м қытайша, сондықтан осылай тез толады. Міне, осындай пайызы тұр мына жерде. Өстіп толады. Ал басқаша Toca-Boca болса, өйтіп толмайды. Енді киімдер бәрін қайттан менің қызым Алияны қайтадан істейтін боламын. Себебі бәрі қосылып қалады. Міне толып жатыр. 92, 93, 94, 95, 97, 100 болды. Енді толады. Міне ашылды, мен көрсететін боламын. Toca-Boca'ның ішін жаман. Міне мен осындай жақтамын. Енді адамдарымды көрейін. Менің қызым бар екен. Міне менде адам жоқ. Қараңыздар. Міне не үшін адам жоқ, үйім жоқ, бәрі қайда кетті деп сұрағандардың жауаптары міне табылды.